Сәлем, құрметті жеңімпаздар. Менің есімім Қарсақал Жақсылықұлы. Осы ерік-жігер саласында жалпы әдеттерді қалыптастыру бойынша тақырыпты іздеп жүргеніме, өзім бойымнан өткізіп, өзім өмірде қолданып жүргеніме примерно бір 4-5 жылдың көлемі болды. Сондықтан бүгінгі сіздермен бөлісейін деген ерік-жігер тақырыптары, яғни өзімнің жасап нәтижесін көргеннен кейін барып сіздерге бөлісейін деп отырған керемет ақпарат. Жеңімпаздар дейтін себебім, сіздер яғни өздеріңіздің былайша айтқанда қалауларыңызды орындағыларыңыз келіп, ниеттеніп, барлық нәрсе ниеттен басталады дейді ғой. Сол ниетке әрекет жасап отқан сіздер жеңімпаз десем болады. Бүгінгі сіздермен бөлісетін тақырып, яғни ерік-жігер дегеніміз не, оның қандай пайдасы бар, және ерік-жігерді көтерудің жолдары. Мен түсінемін, адам болғаннан кейін кез келген адам кез келген уақытта бойынан күш-қуаты таусылып, өзінен ішінен бірдеңе жасағысы келмей, ештеңе былайша айтқанда сиқырлы таяқ іздеп, солай өзі кез келген адамның бойында ол бар нәрсе. Адамның миының функциясы себебі энергияны сақтап қалу. Сондықтан да егер сіз бірдеңе жасап жатсаңыз, сізге миыңыз энергия кетіп жатқаннан кейін қозғалма, өлесің деген сияқты сигналдар береді. Өйткені ол заңдылық, мидың функциясы сондай. Сондықтан да ерік-жігерді көтеріп отыру үнемі қажет болады әрқайсымызға да. Барлығы сондай, әдепкі аптада, бірінші, екінші аптада керемет көңіл күймен, керемет жақсы немен бастайды. Бірақ бірінші, екінші, үшінші аптаға қараған кезде уже адамдар былайша айтқанда ішкі сенімі, ішкі күші сарқыла бастайды. Сондықтан да соны көтеретін азды көпті өзімнің тәжірибелеріммен сіздермен бөлісем деген ниетім бар. Жақсы, тақырыпқа оралайық. Жалпы ерік-жігер дегеніміз не? Ерік-жігер дегеніміз жаңа айтқандай адамның бір нәрсені жасаудағы ішкі қабілеті. Яғни сіз кез келген нәрсені жасаған кезде сізде ішкі күш керек болады. Сіз қанша жерден жасағыңыз келіп, бұл нәрсенің дұрыс екенін біліп тұрсаңыз да, кейде өзіңізді жеңе алмайсыз. Өйткені сізде ерік-жігердің әлсіздігі ол. Былайша айтқанда ішкі күштің әлсіздігі болады. Ол ниет деген нәрсе, сөз деген нәрсемен нәтижеге жету қиындау, міндетті түрде әрекет жасау керек болады. Сондықтан ерік-жігер дегеніміз сол әрекет жасау барысындағы біздің ішкі күшіміз. Түсінікті болды ғой, яғни ерік-жігер дегеніміз ішкі күш, бірдеңені жасаудағы сіздің желаниямен жасауыңыз. Енді ерік-жігердің пайдалары, яғни оның қандай пайдасы? Мысалға сіз ішкі күшіңіз егер мықты болып тұратын болса, кез келген нәрсені жеңіл жасай аласыз. Кез келген нәрсені жасау сізге аса қатты қиындық тудырмайды. Өйткені неге? Сіздің ішкі состояниеңіз, ерік-жігеріңіз, яғни күшті болып тұрғандықтан. Сол кезде көп жағдайда біз жаңағын айттым, бір нәрсені жасау барысында соңына дейін жете алмай жатамыз. Соңына дейін жете алмай ерік-жігеріміз сарқылып, ішкі өзімізге деген сеніміміз жоғалып жатады. Оның барлығы ерік-жігердің әлсіздігінен. Егер де біздің ерік-жігеріміз мықты болатын болса, сол кез келген нәрсені жасау барысында біз соңына дейін нәтижелі түрде, былайша айтқанда позитивті түрде жасай алатын боламыз. Сондықтан да мен қазір сіздерге тапсырмалар берем. Ерік-жігерді көтерудің жолдарын қалай көтеруге болады. Жалпы ерік-жігерді көтеру негізі таңғы азанғы уақыттан басталады. Біздің жалпы жаратылысымыз солай. Егер түске дейін ұйықтап жататын болсақ, бұл ғалымдардың да дәлелдеуі, көптеген біздің салымыз суға кетіп, кешке дейін ісіміз өнбей, күніміз былайша айтқанда берекесіз болып өседі. Азанғы уақыттан басталады. Сіз бұрын азанда кештеу тұрып жүрсеңіз, ерте тұруды әдетке айналдырыңыз ең бірінші. Хотя ерте тұрып жүрген болсаңыз, сол ерте тұрған уақытыңыздан бір сағат, жарты сағат өзіңіздің ішкі көңіл күйіңізге бөліңіз. Ішкі көңіл күйіңізге бөлген кезде ғана адамның ерік-жігері
көтеріледі, жұмысқа деген құлшынысы арта бастайды. Яғни ең бірінші ерте тұра салып, азында тұру бойына, бұрын сіз тұра салып тіршілікке кірісіп кететін болсаңыз, енді сол уақыттан жарты сағат, бір сағат бұрын қате ерте тұрыңыз. Өйткені өзіңіздің ішкі ерік-жігеріңізді көтеретін жаттығулар жасау үшін. Ең бірінші азында тұрып, тұрған кезде адамның барлығы ұйқыдан тұрып, дененің барлығы ұйықтап не істеп тұрғаннан кейін ештеңеге зауқы болмайды. Сол кезде бір көңілді, сізге былайша айтқанда мотивация беретін, ерік-жігер күш беретін өлең тыңдау керек. Ол мейлі өлең жолдары болсын, ол мейлі кәдімгі ән болсын. Мысалы, өзгелерден таратылған, өр намыстан жаратылған деген сөздерді, сондай әндерді тыңдау керек. Және тағы да андай керемет өлеңдердің шумақтарын тыңдау керек. Мысалы, Мұқағали бабамыздың, Абай бабамыздың керемет өлеңдері бар ғой. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылыңмен қайратың екі жақтап деп, сондай ереге беретін. Ұстай білген өзіңді жағымды ойда, біле білсең бағыңда тағыңды ойда, жүрек көзің жақсылық көре білсін, жақсы ойдан жақсы іс табылмай ма деген сияқты осындай керемет өлең жолдарын айтып, оны өзіңіздің санаңыздан, ішкі неңізбен сезініп, айту ғана, ойлау ғана жетпейді, оны сезіну керек денемен. Сол кезде денедегі бүкіл клеткалар адамның оянып, құлшынысы арта бастайды. Одан кейін міндетті түрде жаттығу, яғни сіздерге беріліп жатыр жаттығу. Сол жаттығуды міндетті түрде аз-аздан болса да, ол Абай бабамыздың сөзі бар ғой, бірақ секіріп шығамын деп, бірақ қарғып шығамын деп, бірақ секіріп түсемін деп, мердігеде жатады дейді. Сондықтан да бірден бәрін емес, аз-аздан, бірақ үздіксіз. Аз-аздан үздіксіз болған нәрсе ғана сізге нәтиже алып келеді. Үздіксіз болған кезде ғана ол сіздің ерік-жігеріңіздің күшеюіне шын мәнінде септігі етеді. Сондықтан азында тұрып, жақсы бір көңілді нәрсені тыңдап, өмірге деген құлшынысты арттырып, бүкіл клеткаларды оятып, сол көңіл күймен жаттығу жасау керек. Міндетті түрде жаттығу жасау керек. Жаттығу жасап болғаннан кейін бір 10 минут өзіңіздің денеңізге наслаждение беру керек. Өмірге келгеніңізге ризашылық айту керек, былайша айтқанда. Рахаттану керек. Қандай керемет бүгінгі күн, осы таңның атқанына сансыз шүкіршіліктер болсын деген сияқты іштен өмірге, айналаңызға, барлығына алғыс айтуыңыз керек. Осы 3 техниканы жасайтын болсаңыз, сіздің кешке дейінгі ерік-жігеріңіз кәдімгі жоғары уровеньде жүреді. Өзіңіз түсінбейтін керемет нелерді көре бастайсыз. Өзгерістерді көре бастайсыз. Бұрын болмайтын нәрсе көңіліңіз түссе, осы жаттығулар жасағаннан кейін өзінен өзі сананың жоғарғы деңгейі көтеріледі да, сіздің хайуани инстинкт дейді ғой, нәпсі төмен түседі. Сол кезде сіз өте бір керемет көңіл күйде жүресіз және жақсы шешімдерді қабылдайсыз, және істеген істеріңіздің барлығы ерік-жігерді түрде істегеннен кейін нәтижелі, берекелі болады. Сондықтан да бүгінгі қысқа нұсқа сіздерге айтқым келген керемет ерік-жігер сабағымыз осы. Сондықтан осыны жасаңыздар, нәтижесін міндетті түрде көресіздер. Әрекет қой, кез келген нәрсе бірінші ойлаңыздар, айтыңыздар, одан кейін жасау керек. Жасағанда осы нәрсені шын мәнінде менің керемет өміріме өзгеруіне септігін тигізеді деген ниетпен, оймен, құлшыныспен жасау керек. Сондықтан тағы да барлықтарыңызға сәттілік, тағы да жақсы керемет сабақтарда кездескенше.